Фильм белгісіз себептермен жойылған апокалиптикалық әлемде өтеді. Бір кездері гүлденген адамзат толығымен жойылды. Өйткені бірнеше адам ғана тірі қалды. Олардың арасында біздің басты кейіпкеріміз де бар. Қаңырап, бос қаланы аралап жүрген Джульетта. Ол 30 адамнан тұратын рудың бір бөлігі. Оны қандайда бір себептермен жойып жіберген. Осылайша біз қатал жағдайда өмір сүре алдық. Қазіргі уақытта Джульетта кез келген жеуге жарамды ресурстарды табу миссиясында. Оның фургонының ішінде біз мылтықпен оның суретін көреміз. Бұрынғы сүйіктісі Джекпен. Ол ақыр заманнан аман қалмаған сияқты. Біраз уақыттан кейін Джульетта пайдалы нәрсе табамын деген үмітпен қараусыз қалған жанармай құю бекетіне кіреді. Ол абайлап ішке кіреді. Атуға дайын алда не күтіп тұрса да. Джульетта ештеңе таппаған кезде ол біраз демалуға бел буады. Бірақ дәл осы сәтте оның ұйқысы жоғарғы қабаттан шыққан гүрілдеген дыбыстан бұзылады. Джульетта шуылдан шошып кетті. Сондықтан ол дереу фургонына асығып кетіп қалды. Бұл ақыр заман шөлінде қауіпті және қорқынышты нәрсе өмір сүретіні анық. Келесі көріністе Джульетта өз руының басшысымен сөйлеседі. Гарри, ол одан пайдалы нәрсе тапты ма деп сұрайды. Ол оған теріс жауап береді. Содан кейін ол одан сұрайды. Қауіптен аулақ болу керек және мүмкіндігінше тезірек жасырынған жеріңе оралу керек. Джульетта келіседі және ол келіскеннен кейін әңгімені аяқтай отырып, ол ең қысқа жолды таңдайды. Өйткені оның фургонында батареялар таусылып жатыр. Жол бойында ол фургонға соқтығысып қалады. Ол жерден өлімші жараланған адамды тауып алады. Соңғы демінде ол одан қайғы қасіретін тоқтатуды өтінеді. Алайда Джульетта оның өтінішін қанағаттандырудан бас тартады. Ол оқтарын оған жұмсағысы келмейді. Содан кейін ол фургонда тамақ бар ма деп сұрайды. Оған ер адам иә деп жауап береді. Бірақ ол оған орақшы деп те аталатын тіршілік иесінің ішінде қамалып қалғанын да ескертеді. Мұны естіген Джульетта бір сәтке ойланады. Біраз уақыт ақыры ішке кіруді шешеді. Ол кірген бойда бірнеше оқ атылып, терезелері сынып қалады. Джульетта айуандық орақшыны өлтіріп үлгерді. Бірақ ол сыртқа шыққанда бейшара өлді. Осыдан кейін Джульетта барлық керек жарақтарын жинап, фургонына тиеп айдап кетеді. Жолда келе жатып, ол асығыс сияқты. Өйткені ол өзінің барлық заттарын жинап, фургонына тиеп кетіп қалды. Орақшылар екені белгілі болды. Олар түнде ғана далаға шығады. Олар күн сәулесінен қорқады және күндерінің көп бөлігін көлеңкеде өткізеді. Бұл арада Джульетта көлік жүргізеді. Желдің екпіні кенеттен оның суретін алып кетеді. Бұл оның назарын бір сәтке аударып, фургонының жолдан шығып кетуіне және бірнеше рет аударылуына себепші болады. Соққыдан Джульетта есінен танып қалады және фильм ретроспективаға ауысады. Бірнеше жыл бұрын апокалипсис болғанға дейін Джульетта өнер галереясында тұрғанын көрген. Иесі бұл жер. Джек оған жақындап сөйлесуге тырысады. Бірақ Джульетта қызық емес. Ол мұнда тамақ үшін, сондай ақ сыртта жаңбыр жауып тұрғандықтан келгенін айтады. Джек бұған қарсы емес сияқты. Сондықтан ол оған суретті көрсетіп, оны мұқият қарап шығуын өтінеді. Джульетта оның ұсқынсыз екенін дөрекі түрде байқайды. Бірақ Джек оған бұл туралы айтады. Оның ішкі сұлулығына қара, өйткені бәрі жасанды. Екеуі сөйлесуді жалғастыра бергенде, олар бір-біріне ыңғайлы бола бастайды. Көрме аяқталғаннан кейін Джек кенеттен Джульеттадан оның мекемесін тексергісі келе ме деп сұрайды. Соңғысы көп ойланбастан келіседі де, олар жолға шығады онда. Келген соң Джульетта оның сәнді пәтеріне таңғалды. Джек оған шарап пен ірімшік ұсынып, екеуі әрі қарай әңгімелеседі. Алайда Джек оның махаббат өмірі туралы сұрай бастағанда, оның уәжіне күдіктене бастайды да кенет кетіп қалады. Келесі күні кешке олардың жолдары қайтадан қиылысады. Бұл жолы Джек оны басқа еркекпен бірге барда байқап қалады. Бір қызығы, ол оған есірткінің біразын беріп, оның солай екенін көрсетеді. Бұл дилер. Кейінірек қатты қызығатын Джек оны пәтеріне дейін бақылап, оның жағдайының шынымен нашар екенін біледі. Ол басқа есірткі сатушылардың арасында өте қараңғы жағдайда тұрады. Джульетта ақыры Джекті байқап қалғанда, ол ашуланып, ұрыса бастайды. Джек оны жұбатуға тырысады. Ол тіпті оған көмектесуді ұсынады, бірақ ол бас тартады. Ақырында Джульетта тамырына қандайда бір затты енгізгенде, Джек оның да нашақор екенін түсінеді. Сондықтан ол көңілі қалған жерден кетіп қалады. Бірнеше апта өтеді. Бір күні Джульетта көгеріп, кенеттен оның пәтерінде пайда болады. Джек тіпті не болғанын сұрамайды да, оның жараларын емдей бастайды. Содан кейін ол оны жинап, бөлмесінде демалуға қалдырады. Келесі күні таңертең Джульетта өзін жақсы сезініп оянып, таңғы асқа Джекке қосылады. Олар біткен бойда Джульетта таза ауа керек екенін айтып, оны қысқа уақытқа босатуды сұрайды. Дегенмен Джек оның өте қажет екенін білет, ол затты қайтадан енгізгісі келеді. Ол барлық есіктерді құлыптайды. Нәтижесінде Джульетта ашуланады. Ол бастайды. Ол әртүрлі есіктерді сындырады. Оның бөлмесіндегі заттар оны жіберуін талап етеді. Дегенмен Джек оған ашуын шығаруға мүмкіндік береді. Ол тынышталған кезде, ол оны қатты құшақтап, соңында сүйеді. Бұл олардың қайғылы және жүректі ауыртатын қарым-қатынасының бастамасы ретінде қызмет етеді. Бірнеше аптадан кейін Джек Джульетта үшін өте қолайлы деп санайтын қаланың шетінен жаңа үй сатып алады. Олар көшіп келгенде, ол аздап қобалжыды. Өйткені бұл оның өміріндегі маңызды қадам. Жауап ретінде Джек әрқашан оның жанында болатынын айтып, оның бетіне ақырын тигізеді. Кейінірек ол оған сол жерді көрсетіп, балаларының осы жерде өсетінін түсіндіреді. Джульетта әдеттегідей күмәнмен қарайды.
Өйткені ол ана болуға дайын екеніне сенімді емес. Дегенмен, Джек оған ең бастысы олардың бірге екенін айтады. Олар міндетті түрде табысқа жетеді. Оның болжамы орындалды. Өйткені бірнеше айдан кейін Джульетта жүкті болды. Ол оған жаңалықты айтып, оны таңғалдырды. Өкінішке орай, Джульеттаның есірткіні бұрын қолданғаны үшін нәресте өлі болып туылғандықтан оқиғалар тез өзгеріп жатыр. Бұл айтарлықтай әсер етеді. Ерлі зайыптылардың қарым-қатынасы нашарлап, Джульетта қайталанады. Мінсіз адам болғандықтан Джек оған әлі де шыдайды және әрқашан өзін жақсы сезінуге тырысады. Алайда бір түнде ол ақыры бұзылады. Джек Джульеттаның нашақор достарымен кездесу үшін күн сайын қашып кетуінен шаршады. Ашуланып, онымен ажырасып, көліктен түсіп, оның орнына метроға баруды шешеді. Бірнеше сағаттан кейін Джульетта барда ішіп жатқанда, жаңалықтар арнасы метрода өлімге әкелетін химиялық шабуыл болып, бірнеше адамның өмірін қиды деп хабарлайды. 30-дан астам адам. Бұл Джульеттаны қорқытады. Өйткені ол оны түсінеді. Джек сол метрода болған. Сондықтан ол бірден оған қарай жүгіреді. Келесі көріністе Джульетта Джек жансақтау бөліміне жатқызылған ауруханаға келеді. Ол кетіп бара жатқанда, оның көмейімен трахеясы химиялық шабуылдан күйіп қалған. Ол сөйлей алмайды. Джульетта қалың пластик қабатымен бөлінген бөлмесіне жақындап, болған оқиға үшін кешірім сұрайды. Бұған жауап ретінде Джек эмоцияларын білдіру үшін тақта мен маркерді пайдаланды. Тіпті осы қиын жағдайда да ол оны жақсы көретінін айтып, одан ешқашан бас тартпауын өтінеді. Бұл Джульеттаға оның аман қалатынына үміт береді. Алайда келесі күні таңертең оның бөлмесіне кіргеннен кейін ол Джектің алған жарақатынан қайтыс болғанын біліп, оны қатты күйзелтті. Содан кейін фильм қазіргі уақытқа оралады. Онда Джульетта ақыры есін жейді. Ол қатты ауырсынуды сезінеді, оның аяғынан сүйек шығып тұрған сияқты. Одан да жаманы, оның мылтығы бірнеше фут жерде. Түн болғандықтан Джульетта орақшылар оны тірідей жеп қояды деп қорқады. Сондықтан ол мәселені өз қолына алуды ұйғарады. Көп күш жігерден кейін Джульетта әйтеуір аяғын астынан босатып үлгерді. Рул, доңғалақ. Содан кейін ол сынған сүйекті орнына қойып, жараны спиртпен жуып, өзіне турникет қояды. Ауырсыну адам төзгісіз, бірақ бұл оның аман қалудың жалғыз үміті. Осыдан кейін Джульетта рацияны алып, Гарриге жетуге тырысады. Бірақ сигнал тым әлсіз. Кенет ол келе жатқан аяқ дыбысын естиді. Сондықтан ол мылтығын тез алып, Гарриге жетуге тырысады. Фургонға тығылып жатыр. Біз ақыры мына орақшыға қарай аламыз. Оның аяғы деформацияланған адамның аяғына ұқсайды. Джульетта фургонның астынан қобалжып қарап тұр. Орақшы байқамайды деп үміттенеді. Бұл ол. Бірақ өкінішке орай, Гарри оған бір уақытта қоңырау шалып, радиосы дыбыс шығарады дабыл. Үрейленіп, ол жаратылыстың назарын аудару үшін радионы лақтырып жібереді. Джульетта табылатынына сенімді, бірақ оның бақытына орай, орақшы алыстан бірдеңе естіп кетіп қалады. Бірнеше сағат өтіп бара жатыр. Ал Джульетта жақын жерде орақшылардың бар жоғын білу үшін бірнеше жарқыраған таяқшаларды сыртқа лақтырып жатыр. Ол ешкімді байқамаған кезде айналасындағыларды білмей, баяу алға жылжиды. Дәл осы сәтте Джульетта дыбысты естиді де, бұрылғанда байқайды өлімге әкелетін орақ үстінде шыңы. Бұл оның фургоны. Ол қорқып, фургонның ішіндегі жасырынған жеріне оралмас бұрын оны бір рет атып тастайды. Ол мылтықты сол бағытқа бағыттап, жаратылыстың жақындағанын күтеді. Алайда орақшы артқы жағынан пайда болып, терезенің қақпағын тартып, Джульеттаны таңғалдырды. Оның беті пайда болады. Үшін сен толығымен деформацияланғансың. Ет ергенде Джульетта өзін босатуға тырысады. Ал бәрі сәтсіз болғанда, ол көлікті іске қосып, үдеткішті басады. Бақытымызға орай, дөңгелектер қозғала бастайды және бұл құбыжықты ауыртып, оны бір сәтке шегінуге мәжбүр етеді. Шешуші сәттен кейін Джульетта ақыры рацияны жөндеп, Гарримен байланысады. Ол шарасыздықтан оған еш жерде орақшы шабуыл жасағанын хабарлайды. Гарри келуге уәде берді. Оған көмек керек, бірақ ол үшін оның нақты орналасқан жері керек. Сондықтан ол одан фургонның ішінде орналасқан маякты қосуын сұрайды. Джульетта айтылғандай істеп, ақыры құрылғыны іске қосады. Бірақ ол артына қараса, орақтың қайтып келгенін байқайды. Ол іске қосады өлімге әкелетін шабуыл оған. Бірақ соңғы сәтте Джульетта фараларды жағып, орақтың азаппен қашып кетуіне себеп болды. Содан кейін оған Гарри қайта қоңырау шалып, оның орналасқан жерін анықтағанын айтады. Бірақ өкінішке орай, ол таң атқанша келе алмайды. Өйткені қазір бұл өте қауіпті. Бұл Джульеттаны қатты күйзелтеді. Өйткені ол қазір өз бетімен екенін түсінеді. Біраз уақыттан кейін ол көліктің өтіп бара жатқанын естіп, көмекке шақырған шарасыздықпен шырылдайды. Ер адам мұны естіп, оның фургонына жақындайды. Өкінішке орай, ол адам жегіш болып шығады. Ол күштеп кіріп кетеді. Ол фургонға мініп, Джульеттаны пышақтамақ болды. Бірақ сол кезде орақшы пайда болды. Ол адамды қорқытып шығарып, оны өлтіреді. Орақшы адам жегіште тойлап жатқанда, Джульетта ойға келмейтін нәрсені істеуді ойлайды. Бірақ содан кейін ол Джектің одан ешқашан бас тартпауын өтінген соңғы сөздерін есіне алады. Бұл оны жалғастыруға жеткілікті мотивация береді, өмір сүр. Сондықтан ол қарсы тұруды шешеді. Шарасыздықтың соңғы сәтінде Джульетта 2 құты жанармай алып шығады. Содан кейін ол алауды жағып,
орақшының назарын аудару үшін оны бұлғайды. Ол ақырында пайда болған кезде оны газға бағыттайды. Контейнерлер. Содан кейін Джульетта оларды стратегиялық түрде атып, оларды жарып жібереді. Бірақ оның қорқыныштысы айлакер орақшы зиян келтірмей қашып үлгереді. Осыдан кейін олардың арасында ұрыс басталады. Орақшы Джульеттаны сүйреп апара береді, бірақ қандай да бір себептермен оған зиян тигізбейді. Осыны пайдаланып, ол оны 2 рет атып тастады. Шамасы оны аяқтады. Бірақ күн шыққанда орақ тірілген сияқты. Джульетта оны тағы 1 рет атуға тырысады, бірақ оқтары таусылды. Ол мылтықты асығыс қайта тиіп жатқанда, орақ оның үстіне көтеріледі. Ол оның бетіне ақырын тигенде, ақыры оған жетеді. Джульетта, бұл құбыжық оның өміріне деген сүйіспеншілігінен басқа ешкім емес. Джек, осы уақыт ішінде ол тек оған жақындауға және онымен бірге болуға тырысты. Ол қазір құбыжық болса да, Джульеттаға бұрынғыдай сезімін сақтайды. Толып кетті эмоциямен. Джульетта естеліктерге енеді. Және ол Джек одан суретті қарауды өтінген оқиғаны есіне алады. Ол оған ішкі сұлулықты көруді бұйырды. Өйткені бәрі жасанды. Қазіргі уақытта Джульетта көзіне жас алып Джекке оны қатты жақсы көретінін айтады. Содан кейін қайғылы аяқталуда ол бәрі жасанды екенін көрсетеді.